Сәлем достар. Сіздермен бірге Керемет ТV. Бүгін біз жұмбақ әрі түсініксіз оқиғалар әлеміне сүңгиміз. Панамаға саяхатпен барып, жұмбақ жағдайда жоғалған екі құрбы туралы оқиғаны баяндаймыз. Бұл шым-шытыр оқиға 2014 жылдың көктемінде орын алған. Әлі күнге дейін Панамаға демалуға барған екі қыздың бастарынан не өткені нақты белгісіз. Крис пен Лисан Фронт Голландияның шағын қаласынан шыққан жас студент қыздар еді. Достары мен туыстары оларды көңілді, ашық, өмірге құштар және өте оптимист қыздар деп сипаттайды. Лисаның ата-анасы оған университетті психолог мамандығы бойынша бітіргеніне орай Панамаға сапарды сыйға тартты. Ал Крис сол уақытта Утрехт университетінде өнертанушы мамандығында оқуын жалғастырып жүрген еді. Қыздардың негізгі мақсаты испан тілін үйреніп, әлеуметтік еріктілікпен айналысу, жергілікті мектеп оқушыларымен жұмыс жасау және әрине экзотикалық елде демалу еді. Сапар алдында олар бірнеше ай бойы жергілікті мейрамханада жұмыс істеп, саяхатқа қажетті қаражат жинады. Сөйтіп, 2014 жылдың наурыз айында Крис пен Лисан Амстердам әуежайынан Панамаға ұшып кетті. Саяхаттың басында олар Бокас-дель-Торо қаласына барып, Кариб теңізінде шомылып, жергілікті асханадан дәм татып, испан тілін үйреніп, көптен күткен демалыстың рахатын көрді. Бұл уақытта қыздар туыстарына Панама табиғатымен алған әсерлері туралы толы эмоцияға толы хаттар жолдап отырды. Олар бірнеше апта демалып, содан кейін бару жанартауы маңында орналасқан Бокете қаласына аттанды. Бұл қала джунглилермен және туристерге арналған экзотикалық соқпақтарымен танымал. Қыздар демалыстың қалған бөлігін сонда өткізіп, испан тілін үйреніп, жергілікті мектеп оқушыларымен еріктілік жұмысын жасауды жоспарлаған. Бірақ қалаға жеткенде, әкімшілік бұл жоспарлардың мүмкін еместігін хабарлады. Соған қарамастан, олар Альто Бокете ауданындағы кедей отбасыларға көмектесу мүмкіндігі бар екенін білді. Крис пен Лисан Панамада тағы бір ай қалып, жаңа еріктілік жұмысын бастауды ұйғарды. Олардың еркін уақыттары бар болғандықтан, джунглилерді зерттеуге және табиғатты тамашалауға бел байлады. Сол кезде олар джунглиден қайтып тірі шықпайтындарын білмеген еді. Қыздар приключенияға шығып, 2 сәуірде ұлттық паркке бару үшін жергілікті гид Фелисиано Гонсалеспен кездесу белгіледі. Бірақ кездесу күннен бір күн бұрын, 1 сәуірде, Крис пен Лисан өз бетінше Эль Пианиста жолымен серуендеуге шықты. Сол күні күн ашық болды, және олар үйде отырудың орнына табиғатқа шығып, серуендеуді шешкен секілді. Эль Пианиста жолы Панамада туристер арасында өте танымал. Бұл 600 метр биіктікке көтеріліп, тропикалық орман арқылы кері түсуге арналған маршрут. Бір жаққа жол шамамен 3 сағат алады. Жол жеңіл және көруге тұрарлық көріністермен аяқталады. Сол жерде тоқтап, қайта кері қайту керек. Алайда бақылау нүктесінен әрі қарай ешқандай соқпақ жоқ, сондықтан әрі қарай өту қауіпті. Жергілікті тұрғындар да бұл жерден әрі қарай баруға тәуекел етпейді, әсіресе сәуірден қазанға дейінгі жаңбырлы маусымда, өйткені жол тайғақ әрі қауіпті болып кетеді. 1 сәуірде күн ашық болғандықтан, қыздар жеңіл рюкзак алып, оған тек қажетті заттарды, су бөтелкесін, шамамен $80 ақша, паспорттарын, телефондарын және фотоаппараттарын салып, серуендеуге шықты. Алғашқы фотосуреттер арқылы Крис пен Лисаның жолы қайдан басталғанын көруге болады, ал кейінгі суреттер жұмбақ әрі үрейлі көріністерді көрсетеді. Қыздар таксимен жолдың басына жетті. Такси жүргізушісі олардың шамамен түскі сағат 12-де шыққанын айтқан. Бірақ фотоаппараттағы алғашқы суреттер сағат 11-де түсірілгенін көрсетеді. Сонымен қатар, маршруттың басында орналасқан кафенің иесі қыздарды сағат 3-те көргенін және олармен сөйлескенін айтады. Тағы бір куәгердің сөзі бойынша, қыздар жолсеріктің итімен бірге шыққан, бірақ ол ит кейін жалғыз қайтып келген. 2 сәуірде гид қыздардың кездесуге келмегенін байқап, оларды іздеуге кіріседі. Қыздардың тұрып жатқан үйіне хабарласқан кезде, олар мүлдем қайтып келмегенін және бөлмеде қонбағанын анықтайды. Гид полицияға хабар береді. 3 сәуірде олар ресми түрде жоғалғандар тізіміне енгізілді. Іздеу жұмыстары. 6 сәуірде Бокетеге қыздардың үрейленген ата-аналар келеді. Құтқару операциясына жергілікті полиция, кинологтар, тұрғындар тіпті тікұшақтары жұмылдырылды. Кейінірек Голландия полициясы да қосылды. Ата-аналары қыздар туралы кез келген ақпарат үшін $30,000 сыйақы тағайындады. Іздеу жұмыстары 10 күнге созылды, бірақ нәтиже болмады. Крис пен Лисан із-түссіз жоғалғандай болды. Рюкзактың табылуы. 2014 жылдың маусым айында жоғалғаннан 10 апта өткен соң, Альто Ромеро ауылына жақын маңда жергілікті тұрғын қыздардың рюкзагын тауып алды. Ең қызығы, рюкзак ішінде заттар мінсіз жағдайда сақталған еді. Паспорттар, медициналық сақтандыру картасы, $83, күннен қорғайтын көзілдіріктер, іш киімдер, телефондары, су бөтелкесі және фотоаппараты. Заттардың құрғақ әрі таза болуы оны өзен ағысымен әкелді деген нұсқаны жоққа шығарды.
Сол аймақта жаңбырлы маусым басталып кеткендіктен, джунглиде қалған рюкзактың мұндай жағдайда болуы мүмкін емес еді. Рюкзакта басқа да адамдардың ДНК іздері табылды. Бұл оқиғаның жұмбағын одан әрі тереңдете түсті. Полиция дереу гаджеттерді зерттеп, алаңдатарлық деректер тапты. Телефондар жоғалғаннан кейінгі шамамен 10 күн бойы жұмыс істеп тұрған. 4 күн ішінде полицияға хабарласуға 77 әрекет жасалған. Соның ішінде Нидерландыдағы төтенше жағдайлар қызметінің 112 нөмірі және Панамадағы 911 нөмірі арқылы. Алғашқы 2 қоңырау бірнеше сағат ішінде, саяхаттың басталғаннан кейін жасалған. Тек бір қоңырау жетіп үлгерген, бірақ 2 секундтан соң байланыс үзіліп кеткен. Қоңыраулар журналын зерттеген полиция қыздардың әлі тірі болған уақытын жалпы түрде анықтауға мүмкіндік алды. Полиция сондай-ақ 6 сәуірде Кремерстің телефонын іске қосу үшін бірнеше сәтсіз әрекеттер жасалғанын анықтады. Белгісіз адам қате, пин-кодты енгізіп, жүйені бұғаттаған. 11 сәуірге қарай 2 телефонда қуаты өшіп қалған. Тергеу үшін ең үлкен қызығушылық туғызған нәрсе қыздардың фотоаппараты болды. Одан 500-ден астам сурет алынды. Алғашқы суреттер 1 сәуірде таңертең Кремерс пен Фрон жаяу сапарға шыққан кезде түсірілген. Олар континентальды суайрыққа жақын жерде жолда суретке түскен. Олар қуанышты және күліп тұр. Көптеген суреттер сол күні түсірілген, соңғылары шамамен кешкі 6-ға таман түсірілген. Ал кейін сәуірдің 8 күні түнгі 1 шамасындағы өте таңғаларлық суреттер сериясы түсірілген. Қараңғы түнде телефон жарығымен қыздардың заттары тасқа шашылып жатқаны, пластикалық пакеттер, кәмпиттердің қорапшалары, лайда жатқан, біртүрлі айна, аспан, бұталар, шөптер бейнеленген. Кадрлар арасындағы үзіліс бірнеше секунд қана болған. Ең қорқынышты суреттердің бірі Крис Кремерстің желкесі түскен фото. Онда полиция қыздың шаштарының төменгі жағынан қанға ұқсас затты байқап қалды. Алайда голланд қыздың шашы таза әрі жақсы қалыпта. Бұл студенттер сол уақытқа дейін джунглиде 8 күн болғанын ескергенде күтпеген нәрсе. Тергеп тексеру барысында фотосуреттерді қыздар өздері түсірген болуы мүмкін деген болжам жасалды. Олар жарықтың жарқылымен жабайы аңдарды қорқытып, оларды үркітуге тырысқан болар. Сонымен қатар, кадрлар сырттан түсірілген сияқты көрінді. Бұдан бөлек полицияны суреттердің нөмірлеуі таң қалдырды. Ол 476-дан басталып 508-ге дейін жеткен. Содан кейін тек 510 кадрмен жалғасты. 509 нөмірлі сурет жойылған. Мүмкін сол жерде күдікті кісі өлтірушінің беті болған болуы мүмкін. Рюкзак табылған аудан қайта тексерілді. Кристің киімдері өзеннің жағасында мұқият бүктеліп қалдырылғаны анықталды. Ал 2 айдан кейін дәл сол жерде бір бәтеңке табылып, ішінен қыздың тобықтан жұлынған аяғы табылды, ал оған жақын жерде жамбас сүйегі. Жедел тергеушілер жоғалған қыздардың басқа сүйектерін де тапты. Лисан Фронның сүйектері табиғи жолмен ыдырағандай көрінді. Ал Крис Кремерстің сүйектері мүлдем апақ болған, әдейі біреу оларды жуып, ағартқан сияқты. Полиция жергілікті тұрғындар, гидтер және сол уақытта сол ауданға барған басқа туристерді сұрастырды, бірақ ештеңе анықтай алмады. Қыздардың өлім себебін анықтауға жеткілікті дәлелдер табылмады. Версиялар Крис пен Лисан мен не болған болуы мүмкін. 2014 жылдың күзінде іс ресми түрде жабылды. Студенттер апаттан қаза тапқан деп жарияланды. Ресми нұсқа олар адасып құлап кеткен, бірақ бұл нұсқаны дәлелдейтін нақты деректер болмады. Кремерс пен Фронның ата-аналары, жергілікті тұрғындар мен журналистер мұндай нәтижемен келіспеді. Кремерс және Фронның жақындары олардың жүріп өткен маршрутын тексеріп, онда адасудың мүмкін еместігін анықтады, әр қадам сайын анық белгілер болды. Сондай-ақ биіктіктен құлау нұсқасы да күмән туғызды, өйткені Крис пен Лисанның сүйектері мен киімдері бірнеше шақырым қашықтықта шашылып жатты. Тергеушілер рюкзакта табылған бөтен дін үлгілерін неге назарға алмағаны белгісіз. Голландиялық тергеушілер үшін дәлелдерге қол жеткізу мүмкін болмады. Панама билігі еуропалық құқық қорғаушылардың араласуына рұқсат берген жоқ. Жақындары бастамасымен бейресми тергеу жүргізілді, бірақ нақты қорытындылар жасалмады. Детективтер қыздардың джунглиде адам саудагерлеріне тап болғанын немесе олар жабайы аңдардың шабуылына ұшырағанын болжады. Мұны Кристің ботинкадағы үзік аяғы түсіндіре алады. Басқа бір нұсқаға сәйкес, Крис пен Лисан арасында дау болған болуы мүмкін. Біреуі құлап, екіншісі қорыққаннан кейін қайтып келе алмай, қайтыс болды. Мүмкін, бұл сол қыз фотоаппараттың жарығын қолданған болар. Үшінші адамның болуы да жоққа шығарылмайды. Жергілікті таксист күдік туғызды. Ол қыздарды көлікпен апарған және олардың жоспарын білген. Бірақ ол қыздардан 1 жыл өткен соң қайтыс болды. Өзенде шомылып жүріп, кенеттен қайтыс болды. Крис пен Лисаның Панамадағы джунглиде жоғалуына қатысты оқиға шынымен де көптеген сұрақтар мен түсініксіз жайттармен қоршалған. Олар қыздардың өліміне қатысты ресми нұсқаны күмәнге алады. Осы жағдайлардың бірнешеуін қарастырайық.
бір Кристің шорттары тастарда табылды. Олар ұқыпты жинақталып, тастың үстіне қойылған. Бұл өте күмәнді, өйткені джунглиде төтенше жағдайға ұшыраған адам осындай маңызды затты тастап кетпес еді. Бұл факты олардың жағдайының төтенше апаттан басқаша болғанын көрсетеді. 2. Кристің шаштары. Фотосуреттерде оның шаштары таза көрінеді. Бұл джунглиде өмір сүрудің ауыр шарттарына қарамастан өте таңқаларлық. Джунглиде 8 күн уақыт жүрсе, адамның шаштары мен жалпы жағдайы айтарлықтай өзгеруі мүмкін еді. 3. Қалдықтарда ешқандай жануарлардың немесе жыртқыштардың іздері жоқ. Бұл да өте күмәнді. Әдетте, джунглиде өлі денелерді жануарлар тез арада тауып, оларды жейді, бірақ мұндай белгілер табылған жоқ. 4. Өлім мен қалдықтардың жағдайы. Қалдықтар тек маусым мен тамыз айларында ғана табылды, яғни қыздардың өліміне алдын ала болжам жасалатын сәуір айынан кейін көп уақыт өткен. Бұл ұзақ уақыт кезеңі олар қайтыс болғанда дене тезірек ыдырап кететін ылғалды джунгли жағдайында өте күмәнді. Осы жағдайды ескере отырып, табиғи себептермен өлген деген болжам айту қиын. 5. Мүмкін қыздар басқа адамдарды кездестірген. Кейбіреулер бұл жағдайдың себептерін түсіндіру үшін джунглиде оларды кездестірген қауіпті адамдар туралы айтады. Бұл адамдар маньяк немесе наркокартель болуы мүмкін, өйткені бұл аймақта Пабло Эскобардың наркокартелі өздерінің зертханаларын жасырып жүрген. Бұл оқиға көптеген сұрақтар туғызады, және оның шын мәнінде қалай аяқталғанын білуіміз екіталай. Бірақ ең ықтимал нұсқалардың бірі, қыздар джунглиде адасып қалған және көмекке мұқтаж болып, қиындықтар мен табиғаттың қатал шарттарына төтеп бере алмай қайтыс болған. Дегенмен кейбір күмәнді фактілер, мысалы, кейбір суреттер мен қалдықтардың жағдайы бұл оқиғаға қатысты басқа болжамдарға да мүмкіндік береді. Қазіргі кезде сол жерде, атап айтқанда, қыздардың жоғалған жерінде ескерткіш орнатылған. Бұл оқиғаның әлі де көптеген сұрақтары бар екендігін көрсетеді. Сұрақтар әлі де көп, жауаптардан әлдеқайда көп. Мүмкін бір күні қыздардың қазасы туралы шындық белгілі болады. Жеке тергеулер әлі күнге дейін тоқтамады. Крис пен Лисаның ата-аналары осы үмітпен өмір сүріп жатыр. Бұл оқиға сіздерге қызықты болды ма? Қызықты болса, мәлімет жинап ұсынған еңбекті бағалап, каналға тіркеле кетіңіз, және осы видеоны көп адам көру үшін лайк басып пікір жаза кетіңіз. Егер сіздерге осындай тақырыптағы видеолар қызықты болса, алдағы уақытта да осы қызықты деректер табатын боламын. Сіздермен болған Керемет ТV, келесі видеода кездескенше.